Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Үйде жасалған дәмді нанға не жетсін? Онда келіңіздер, бірге жасаймыз. Бізге ұн қажет болады. Менде жоғарғы сұрыпты ұн. Алдымен електен өткізіп аламыз. 1 ас қасықтай шекер қостым, 1 шай қасық тұз қостым, және 450 мл жылы сүт. Мұнда тек жартысын қосамыз басында. 1 шай қасықтай ашытқы қосып, жақсылап тек ортасын араластырып, немесе осындай мен сияқты араластырмасаңыздар да болады. Бетіне ауа кірмейтіндей етіп, осындай пищевая пленкамен орап, кішкене 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Он 15 минуттан кейін кішкене көтерілгеннен кейін ашып, қалған сүтімізді және сұйық майымызды құйып, жұмсақ орташа қатты қамыр жасайтын боламыз. Сары май қоссаңыздар да болады. Менде бұл сорпаның бетінен қалған май. Бұл менде өте дәмді болады. Нанымыз үгілмелі, сондай жұп-жұмсақ болады. Қалған сүтімізді құйып, қамыр жасаймыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін осылай бетін жауып, жылы жерге 1 немесе 1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Қамырымыз ашып шықты. Осыны теңде 2-ге бөлеміз. Енді кіші бөліктерге бөліп шығамыз. Мен осы бір бөлігін 8 бөлікке бөлдім. Сонда барлығы қосқанда менде 18 бөлік шықты. Яғни 40 граммнан болады осылай бөлгеннен. Барлық қамырымызды осындай кішкене бөліктерге доңғалақтап аламыз. Нан салатын листімізді, яғни формамызды астын кішкене майлап алып, осылай гүлдің формасын жасайтын боламыз. Ортасына 1 қамыр, сонда 5 қамырымыз кетеді, 3 нан шығады. Енді тағы да бетін 10-15 минутқа осылай ауа кірмейтіндей етіп, кішкене күтетін боламыз, көтеріледі. Көтерілгеннен кейін енді тек қана осы ортасындағы қамырымызды жайып шығамыз. Шанышқының көмегімен немесе нан шеккіштің көмегімен ортасын тесіп шығатын боламыз. Және 1 жұмыртқамен бетін жұмыртқаны жағып, күнжіт сепсеңіздер болады. (180-200 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінеке нанымыз пісіп шықты, өте дәмді және жұмсақ болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.